Екеуміз 4 әйел ал. Жауап берсең сұраққа. Төзе білсең, көне білсең, Алла берген сынаққа. 30 жылдай өзің құрған отбасын, сен жоқ жерде талап бәрі жатпасын. Тағдыр өз қолымызда. Бұл Алланың ісі десек те, жарты жолға жеткенде күйеу тастап кеткен әйелдің мұңын жеткізуге тырыстым. Қиыны сол, ұл қызыма не деймін? Жүрек құрғыр деп тұрса да сенбеймін. Айқын айғақ тарс еткенде төбемнен деп айтқанмын, ашуланып көнбеймін. 26 жыл бірге болып жарыммен, бар жағдайын жасағанда шаныммен, жарты жолда жалғыз қалай тастады, қалай тұрам басқа тепкен бағыммен. Талай қиындықтан шығып ек, жастық шақта пәтерде де тұрып ек. Енді қолдар аузымызға жеткенде, неге басын бұрмады екен? Өткенге. Соңғы 3 жыл не болғанын аңғармай, сен кешіксең жұмыста деп таң қалмай. Ол қызды ойлап, мән бермей ақ қойдым ба, өзге жанға өзім жолды салғандай. Қай жерінде көре алмадым қатемді, жүрегіңе кіргізердей бөтенді. Үлгеді қой айналаға екеуміз, қандай әйел көңіліңді көтерді. Енді қолды жылы суға малсам деп жүргенде, қиындықтан арылсам, құда жекжат көреміз деп жүргенде, енді не дейін бетін ұстап күлгенге? Мені қоя бер, ұлдың қатты намысы, ал қызыңның менен де көп танысы. Неге жерге қарау керек ұл қызың сен жақты деп, шын сезімнің жолдысын. Бір рет ғана алдарыңнан өтем деп, көнсең осы, ал көнбесең кетем деп. Еркектігің оянғанын сездірдің, абыройды өзіңнен бездірдің. Амал қанша ажырассақ екіге, жаның ашып кеттің беген жетімге. Өз балдарың жетімсіреп қалса ше, өзге жетім қол созғанда көпірде. Сол көпірдің ортасында жүрем деп, екі әйелді ұстап өмір сүрем деп, өзің үшін қашан шешіп қойып ең, бәрін өзім ғана білем деп. Түсін алмай соны кейде өкірдім, деп айтпаймын, бірақ жаным өкіндім. Өз балаңнан артық болса өзгелер, мен емес сен өкінетін кез келер. Сонда келсең, бұл өкпемді басармын, ол қыз үшін есігімді ашармын. Бірақ көңіл жуылмайды дақ кірі, жауап берер күн келеді хақ күні. Я, жауап берер күн келеді хақ күні. Көңілімнің жуылмайды дақ кірі.